жалко не прочитать эту книгу до конца. Сырты бүтін, іші түтін. Сіздерге тіпті білмей отырмын, қай жерін оқып берсем деп. Мына жерде бүйтеді. Лена Летучая заказывает у нас доставку напрямую, и это круто. Ол кім Лена Летучая деген? 50-й выпуск, я не могу поверить, как мы столько наколотили за этот год. Столько интервью было сделано, столько людей мы повидали, столько стран мы посетили. Это просто нереально. Моя жизнь точно никогда не будет уже прежней. Мы продолжаем выполнять наши цели. Сәлеметсіздер, менің есімім Әйгерім Батырхан, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге Дмитрий Портнягиннің «Трансформатор» кітабы жайында айтамын. Бұл кітап «Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» сол жайында. Жалпы менің ойымша бұл кітап тәжірибелі кәсіпкерлерге арналмаған. Жалпы бұл кітап жас кәсіпкерлерге және оның ішінде 14 және 20 жас аралығындағы жас бүлдіршіндерге, жас бозбалаларға арналған деп ойлаймын. Себебі бұл кітапта нақты бір кәсіпкерге түйіп алатын, бір ой салатын ештеңе жазылмаған. Жалпы орысша айтқан кезде вода деп жатамыз ғой, бұның көбі су, алып қашпа сөздер, нақты бір ой түйіп алатын ештеңе жоқ. Жалпы әрине өз өмірі жайында, өзінің өмірі жайында кішкене жазып өткен, қалай жетістікке жеткені, әр жетістігі жайында жазып өткен, жаңағы Қытайға барғаны, одан Мәскеуге қайтып келгені жайында, әйелімен қалай танысқаны жайында, және жаңағы басқа тыңдадан қалай көшіп кеткені жайында, сол жайында әр өзінің өмірінің этапы жайында жазған. Сол жазу арқылы жаңағы адамдарға кеңес береді. Жалпы менің білуімше, менің оқуымша, бұл жерде кеңестің бәрі көбінің, ең басты кеңестің бірі бұл жерде жазылған. Алға, тек қана алға, ешқашанда артқа жүрме, номер бірінші бол, әрқашанда жаңағы бәрін, алдыңдағының бәрін жойып, шәй, тек қана алға бас, сол жайында. Әр берген кеңесі, әр кәсіпкерге берген кеңесі тек қана сол жайында. Банальный сөздер, банальный тезистер. Себебі енді кітапты бұлай жазу керек деп ойламаймын енді. Қараңыз. Тут важно прислушиваться к своим ощущениям. Черно-белый мир. Я уже писала, что зона комфорта – бич для любого человека, который хочет добиться значительного роста. Если ты испытываешь сейчас что-то похожее, не пей алкоголь, не жалуйся никому, не отправляйся отдыхать. Начни совершать действия, которые перевернут твою жизнь. Круто ее поменять, так как это было у меня. Бір сөзбен айтқанда бүкіл кітапты осы бір тезиспен ғана аяқтауға болады, осы бір цитаталармен ғана. Себебі барлық кітапта осылай. Тек қана действуй, иди вперед, типа круши все вокруг себя, только вперед. Вся книга только об этом. Только вперед. Больше никуда не смотри. Все, что я поняла. Және де ол бір ойды, басында айтқан бір ойды, соңында да, ортасында да қайталай береді. Не тормози, реализовывай свои грандиозные планы как можно скорее, не закисай на месте. Көрдіңіздер ме? Жаңа мен сіздерге 201 беттен алып оқыдым, енді мне 141 беттен алып оқыдым. Жалпы барлық цитаталары, барлық тезистері, бәрі сол бір нәрсе. Быть гибким для предпринимателя очень важно. Менять свои убеждения и принципы со временем. Нормально. Ты сам должен меняться, этого будет требовать от тебя обстоятельства и твой бизнес. Росту всегда присущи изменения. Без них невозможен. Бұл 93 бет. Жаңа мен 141 бетті оқыдым, одан кейін 200 бетті оқыдым. Бәрінде бір мағына. Тек қана басқа сөзбен, басқа сөйлеммен жазылған. Қайталама ойлар өте көп. Бұл өте нашар деп ойлаймын, себебі кітапты оқыған кезде әр жерден бір жаңағы бір керемет білімді, керемет ақылды, кеңесті оқығың келеді. Және менің түсінуім бойынша бұл адамның өмірі де солай, жаңағы тек қана алға, тез қимылдау керек. Сол секілді мына кітапты да асығыстықпен тез жазған ғой деп ойлаймын. Әйтпесе
ол жаңағы Дмитрий Портнягинді танымайтын адамдар, жалпы оның блогымен таныс емес адамдар бұл кітапты алып оқыса көп нәрсені түсінбейді ау деп ойлаймын. Себебі бұнда көбінесе ол жаңағы өзінің блогы жайында, блогынан алып жазған және жалпы өзінің өмірін сырттай ғана алып жазғанда, жалпы сендер менің өмірімді білесіңдер ғой, менің блогымды көріп жүрсіңдер ғой. Ал бұл кітап жай ғана сендерге добавка ретінде деген секілді жазылған кітап. Сондықтан да егер де Дмитрий Портнягиннің кім екенін танымайтын адамдар, оның блогын көрмейтін адамдар бұл кітапты алып оқыса көп нәрсені түсінбейді ау деп ойлаймын. Жалпы бір бетін оқыса болды лақтыра салатын кітап. Себебі ал мен соңына дейін оқып бітірдім, себебі жалко было с одним словом, потому что я смотрю его блоги, и мне они нравятся, и жалко не прочитать эту книгу до конца. Дмитрий жайында айтып өтетін болсам, ол 20 жасында өзінің бизнесін ашқан, сол арқылы ол жаңағы қазір 30 жаста 10 жылдың ішінде долларовый миллионер болды. Сондықтан да мен бұл кітапты өзімнің құрдасым болғандықтан бұл кітапты алып оқып көргім келді. Жалпы осындай 30 жасқа жетіп, үлкен жетістікке жетіп жатқан адамның кітабын оқып көрейінші деп. Бірақ мені қатты разочаровал. Қатты ұнамады маған. Себебі айтып тұрмын ғой, бұл кітапта бір нақты керемет бір ойға түйіп алатын ештеңе жоқ. Әрине бар, бір рет оқуға болады, бірақ та өз бағасына тұрмайды. Өз бағасы 4000-5000 теңге шамасында. Мен бұл кітапты 1000 теңгеге ғана сатып алушы едім. Және де бұл кітапты бір-ақ рет оқуға болады. Екінші, үшінші рет оқуға және өзіңнің жаңағы настольная книга деп жатамыз ғой, настольная книга болуға бұл татымайды. Әрине, кітаптың оформлениясы, дизайны, жалпы маркетингі өте керемет жасалынған. Өздеріңіз көріп отырсыздар, бұл кітап өте керемет қапталғаны, 3D эффектпен жасалған, керемет енді. Ішіндегі кітаптың жаңағы сөздері де, сөйлемдері де бір-бірімен алшақ жазылған. Олардың жаңағы арасын оқуы да өте ыңғайлы, өте күшті. Бірнеше сағаттың ішінде оқып бітіруге болады бұл кітапта. Бар жоғы 300 бет, әрқайсысы жаңағы әр главасына, әр өміріндегі әр этапқа байланысты белгілі бір жаңағы кезеңді белгілеп жаңағы кітапта жазған. Сондықтан да оқуға да өте ыңғайлы. Тіпті мына жерде жаңағы өзінің кейбір суреттерінде салып өткен, мысалы міне жаңағы тыңдадағы міне боз бала болып жүрген кезі. Міне мына жерде жаңағы өзінің әкесі, өзінің отбасы жайында суреттерінде салған. Міне кішкентай кезіндегі суреттерінде салған. Жалпы бұның бәрі енді жақсы, себебі ол адамды тек қана кәсіпкер ғана ретінде емес, сондай-ақ өзінің жеке өмірімен де жақсы танысасың. Бірақ та бұл жерде бір нақты бір фактілерді, нақты бір істі көрмедім. Тек қана жаңағы сырттай ғана алып өткен, сырттай ғана мен Тындадан көшіп кеттім, мен Қытайға бардым, мен Қытайдан Мәскеуге көшіп келдім, онда жаңағы пәтер сатып алдым, онда бизнесімді жаңадан аштым. Солай ғана жаңағы жалпылама айтылған сөздер, ал нақты сөздер жоқ. Жалпы өзім солай түсіндім. Сондықтан да маған бұл кітапты оқу жалпы жеңіл болды, бірақ та өзіме қатты ұнамады. Сіздерге кеңес бермес едім, бірақ та енді бір рет оқуға болады. Жарайды, көп айтып сіздерді қинамай ақ қояйын. Сау саламатта болыңыздар, келесі жүздескенше.